Бәріңіз сәлем балалар, сіздермен Бейбарыс ағайлар және де бүгінгі біздің тақырып Ұлы Қытай қорғаны не үшін салынды? Ұлы Қытай қорғаны аспан асты елінің символы, әрі Қытайдың ең көрікті жерлерінің бірі. Мұны әрбір шетел туристі де біледі. Ұлы қорғанның кескіндемелерін көптеген буклеттер, атлас пен жол көрсеткіштері арқылы көруге болса да, бұл кереметтің пайда болу тарихын екінің бірі біле бермейді. Ұлы Қытай қорғаны Чуньсу біздің заманымыздан бұрын 770-476 жылдар және Чаньго біздің заманымыздан бұрын 475-221 жылдар аралығында салына бастаған. Ол кезде Хуанхэ алқабында 7 шағын патшалық жеке дара өмір сүрді. Олар өздерінің солтүстігіндегі Ғұн, Дунху сияқты көшпелі тайпалардан қорғану үшін өз шекараларына қорғаныс қамалдарын тұрғыза бастады. Біздің заманымыздан бұрын 221 жылы тұңғыш императоры Цин Чинхуанды өзге 6 патшалықтың басын біріктіріп, біртұтас Қытай империясын құрды. Ол әр патшалықтың тұрғызған үзік-үзік қорғаныс қамалдарын бір-біріне жалғастырып салдырды. Оның ұзындығы 5000 километрге дейін жеткен. Хан империясы заманында қорған қамалдар шығыста Ляоэдун түбегінен батыста Линтауға дейін жеткізілді. Қорғаныс қамалдарының бұзылып, бүлінген жерлерін Қытай билеген әрбір патшалық жөндеп қалпына келтіріп отырды. Әсіресе Мин әулеті солтүстігіндегі көршілері шүршіттер мен моңғолдардан қорғану үшін сол заманның ең озық техникасы пайдаланды. Олар биік тау жоталары мен шатқалдарына және шөл далаға дейін қорғаныс қамалдар мен бекіністерін салдырып, қорғанды ұзарта түсті. Шығыста Бохай жақасындағы Шанханьгуань бекінісінен батыста Ганьсуй провинциясындағы Цюайгуань бекінісіне дейін созылып жатқан қорғанның жалпы ұзындығы 10 000 километрге дейін жетті. Негізгі бөліктерінің орташа биіктігі 7-8 метр болса, табанның ені 6,5, үстіңгі жағының ені 5-8 метрді құраған. Қорғанның үстінде әр 100 метр сайын 2-3 қабаттан тұратын қарауыл мұнарасы салынған. Онда гарнизон сарбаздары тұрған. Әрі қару-жарақ, оқ-дәрі сақталған. Ал қорғаныс шебінің ең маңызды деген тұстарында ірі бекіністер, ішкі өткелдер бар. Қорғанның ішкі, ал кейде сыртқы жағынан тау жоталарының үстіне аралары белгілі қашықтықты сақтай отырып, салынған дабыл мұнараларында күндіз түтін түтетіп, түнде алау жағу арқылы бір-біріне белгі беріп отырған. Осы тәсілмен 1 сағаттың ішінде 500 километр алыс жерге әскери дабыл беріп, қауіп қатерді хабарлай алған. 2,5 мың жылдан астам тарих бар Қытай қорғаны адамзаттың сәулет өнері тарихында ғажайып кереметтерінің бірі. Ол Қытай тарихында белгілі дәрежеде әскери, қорғаныстық және Ұлы Жібек жолындағы сауда-саттық байланысында қауіпсіздік рөл атқарған. Алайда солтүстіктегі көшпелі жауынгер халықтарға ол ешқандай тосқауыл бола алған жоқ. Ғұндар, түріктер, қидандар, моңғолдар және шүршіттер қорғаннан өтіп, отырықшы елдермен емін-еркін саяси, мәдени және сауда байланыстарын жүргізді. 1961 жылы Қытай Халық Республика үкіметі қорғанның көптеген тұстарын қайта қалпына келтіріп, мемлекет қорғауына алды. Ал 1987 жылы ол адамзаттың мәдени құндылығы ретінде ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мәдениет және табиғи ескерткіштер тізіміне кіргізілді. Міне біздің сабақ аяқталды балалар. Сіздермен болған Бейбарыс ағайлардың арнаға жазылып, өздеріңіз ойларыңызды білдіру арқылы комментария жазыңыздар, лайк басыңыздар. Әлі талай қызықты сабақтарды кездесеміз. Қош, сау болыңыздар.